Сәлем достар, бүгін сіздерге каракули атауындағы арт-терапиялық жаттығуды көрсететін боламын. Жалпы бұл жаттығудың қандай пайдасы бар? Біріншіден, ол адамның бойындағы эмоциялық кернеуді азайтады, яғни ашу, мазасыздық, шаршау сияқты сезімдерді қауіпсіз түрде сыртқа шығаруға көмектеседі. Сонымен қатар ақпарат қорқынышын жеңеді, яғни сурет сала алмаймын, қисық саламын деген сияқты адамның бойындағы қорқынышты сейілтеді, шығармашылыққа, яғни сурет салуға еркін кіруге мүмкіндік береді. Үшіншіден, бұл жаттығу өзін-өзі тануды дамытады, яғни адам өз сезімдерін, ойларын және ішкі қажеттіліктерін жақсырақ түсіне бастайды. Санадан тыс жатқан, яғни бейсанадағы мәселелер мен уайымдарды байқауға, яғни тануға білуге көмектеседі. Каракули жаттығуын орындау үшін бізге мынадай түрлі түсті карандаш керек, және де бұл түрлі түсті карандаштан өзіңізге ұнаған түсті таңдап аласыз. Мысалға, мен қара түсті таңдап аламын, өйткені қара түс суретті жақсырақ көрсетеді, яғни сіздерге анық көріну үшін мен қара түсті таңдадым. Екіншіден, біздің яғни жазу барысында қайсысы бізде рабочий, егер де мен оң қолмен жазатын болсам, онда сол қолды таңдаймын. Егер де солқай, яғни сол қолмен, үнемі сол қолмен жазатын болсам, онда оң қолды таңдаймын. Мен қазір сол қолды таңдадым. Каракули жаттығуының ең бастапқысында біз көзімізді жұмамызда мына А4 қағазының үстіне, яғни дәл домалақ сызамыз, және де осыдан бастап кез келген фигурада сурет саламыз. Мысалға, мен қазір көзімді жұмдым, және де кез келген қалыпта сурет сала бастаймын, яғни сыза бастаймын. Бір ескере кететін жайт, мына сызбаларды салу кезінде біз линияны үзбеуіміз керек, былайынан салуымыз керек. Енді біз осы сурет салып болғаннан кейін, біз осы суреттің ішінен кез келген форманы өзіміз тауып алуымыз керек. А4 қағазында егер де сізге осылай көлденеңнен тұрған түрі ыңғайсыз болатын болса, яғни суретті таба алмасаңыздар, онда былайынан қарап көрсеңіздер болады. Мен мысалға асқабақты көріп тұрмын. Асқабақты көріп тұрмын былайынан. Және де мінекей инжирді көріп тұрмын. Мінекей мынау адамның өкпесін көріп тұрмын. Мысалға қағазды көріп тұрмын, андай оратылған қағаз былайынан. Және де мен мына жерден мысалға буды көріп тұрмын. Бұл кәдімгі мысалы түтін болады ғой, сол түтінді көріп тұрмын, түтінмен елестеп тұрмын. Егерде каракули жаттығуынан ешқандай да суретті таба алмасаңыздар, ол бір проблема бар деген сөзді, яғни мағынаны білдірмейді. Осы суреттерге қарап отырып, біз мынадай 4 сұрақты қоямыз. Біріншіден, шимайларға қарағанда нені сезінесіз? Сурет салу барысында қандай сезімде болдыңыз? Өз жұмысыңыздан қандай бейне көріп тұрсыз? Бұл шималар неге ұқсайды? Сол бейнені сипаттайтын 3 зат есімді атаңыз. Бұл сіздің қазіргі өміріңізбен қалай байланысты? Арт-терапия жаттығуларын үйренгіңіз келсе, комментарийға плюс белгісін қойыңыз.